Кейбір адамдар бүйрегім төмен түсіп ауырып жүрмін дегенді жиі айтады. Шындығында бүйрек ауыр көтергенде түрлі себептерден қабыну аурулары кезінде төмен түсуі мүмкін. Осындай кезде арқаны тегіс жерге төсеп, шалқалап жатады да аяқты 180 градус көтеріп, аяқтың басын қайта-қайта қимылдатып созып жаттығу жасайды. Жаттығу кезінде екі қолмен көтере сипалау, бүйректі көтерген тәрізді алақанмен көтермелеудің де пайдасы бар. Мұндай жаттығу 15-20 күн жасалса, бүйрек орнына барады, сырқаттан құтыласыз. Баршаңызға сәлем, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп кетіңіз. Видеоны достарыңыз бен туыстарыңызға таратыңыз. Бүгін бүйректегі тастарды қарапайым халық емімен күнделікті қолданып жүрген қолжетімді өнімдермен шығарудың жолын айтамыз. Видеоны соңына дейін қараңыз, сізге пайдасы тиетініне сеніміміз мол. Бүйректің тасы негізінен 3 түрлі болады. Оқсалат тасы бар адамдар қара нан, қарақұмық сұлы, өңді қырыққабат, бұршақтар, асқабақ тағамдарын жесе пайдалы. Урат тасы барлар балық, ет, бүйрек, печенье, ми, қуырылған және ысталған тағамдардан жемей сақтанып, сүт, картоп, құрғақ жемістер, бал сияқты тағамдарды көбірек пайдалану қажет. Ал фосфат тасы барлар қышқыл тағамдарды, шырындарды аз пайдаланған жөн. Жарты килограмм сұлы сабанын 2 литр суға жарты сағат ақырын қайнатып, таза дәкені қайнаған суға батырып, шым-шым жылылай бүйректің сыртынан орап тартып байлайды. Бұл әдіс бүйректің зәрқағар аузында тұрған тастың еркін қозғалып, зәр жолына қарай сырғуына ықпал жасайды. Бүйректің сырты сыздап ауырған кезде жаңа жұмыртқадан біреуін алып таза ыдысқа жарады. Үстіне бір ас қасық бал қосып араластырады. Дәкені 2 қабаттап, әлгі қосындыны бүйректің көлеміне жететіндей жағып, ауырған жерге тартады. Сыртынан салафан қойып жылы орауға болады. Түні бойы жатады, таңертең алып тастайды. Суық тигізбейтіндей етіп орап қояды. Емдеу уақыты 7 күн. Бүйрек пен қуықта құм жиналса, күн сайын таңертең аш қарынға астан 1 сағат бұрын 1 стакан қайың шырынын ішеді. Ол құмды қуалап, тасты үгітуге ықпал жасайды. Егер бүйрек пен қуықта фосфат, карбонат тастары болса, ондағы жасушаларды қажап бүлдіре бастайды. Ал бұл сусын бүйрек жасушаларын тітіркендіріп, жұмыс қабілетін арттыруға көмектеседі. Бүйректің қабыну кезінде арақ ішуге, ащы бұрыш жеуге, асқа тұзды көбірек қосуға болмайды. Бүйрек жұмысын жақсартуға арналған 4-ші тәсіл. Жол желкеннен 15 грамм, таспа жоңышқадан 60 грамм екеуін қосып жарты литр суға 1 минут қайнатады. Дәріні шыны ыдыста дайындаған жөн. Күн сайын ас алдында дайындалған сусынды 4-ке бөліп ішу керек. Емделу мерзімі 15-20 күн. Үлкендеу 2 қызыл, 2 қара шалқанды ет турағыштан өткізіп, сығып, шырынын 300 грамм ағараққа қосып араластырады. Аузын мықтап жауып 15 күн қараңғы жерге қояды. Күн сайын 3 рет, әр жолы 30 граммнан ішеді. Бүйрек аузында жиналған құм мен тасты зәрмен тысқа айдайды. Бүйрек ауырған кезде асқабақтың кептірілген гүлінен шай қайнатып ішіп, түрлі қабыну сырқаттарын жазуға болады. Бүйрек тасын түсірудің қарапайым бір әдісі зығырдың дәнінен 100 граммды 2 литр суға 10 минут ақырын қайнатып, әр 2 сағат сайын жарты стаканнан ішеді. Мұны таңертең аш қарынға бастап, келесі күні де жалғастырады. Ол күні басқа тағам ішпейді, 2-ші күннен бастап тастар түсе бастайды. Құрметті көрермен, біздің арнамыздағы видеоларды көп адам тіркелмей көреді екен. Басқа да пайдалы видеоларды жібере алмас үшін арнаға тіркеліп кетіңіз. 8-ші тәсіл. Бүйрек және қуықтың суықтан болған сырқатына 400 грамм сұлы сабанын 5 литр қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 1 сағат бұқтырады. Осы суға қайнаған судан тағы қосып астауға немесе ваннаға құяды да 20 минуттай жатып терлейтіндей жағдай жасайды. Емделу мерзімі 7 күн. Күн сайын жатарда қабылдайды. Судың температурасы 39-41 градус аралығында болғаны жақсы. Тастарды үгітіп шығарудың тағы бір әдісі 2 килограмм қызғылт сәбізді үккіштен өткізіп, оған 1 килограмм жүзім қосып, үстінен 3 литр тазартылған су құяды да ақырын жанған отта 3 сағат қыздырады.
бұқтырып қойып әбден суыған соң 50 граммды ас алдында 30 минут бұрын ішеді. Осындай сусынды 2 рет ішіп тауысса, тастар үгітіліп зәрмен шығады. Түймешетен шырыны, қарашалқан шырыны, лимон шырыны, самырсын майы 4-еуін қосып астан бұрын ішеді. Осы орайда түймешетен шырыны шықпаған жағдайда қою қайнатып қосса болады. Бұл дәрі біткен кезде 1 стакан таза ақ араққа 1 стакан қызылша, 1 стакан қарашалқан шырыны 3-еуін қосып тоңазытқышта 3 тәулік ұстайды. Bir ас қасықтан ас алдында 30 минут бұрын ішеді, күніне 3 рет. Осы кезде бүйрек жолдары сыздап ауырса, жылы ваннаға түсіп лимонмен ыстық шай ішеді. Арасында құм қолайтын шөп ішуге болады. Бүйректі тазалауға 4-5 лавр жапырағын ұнтақтап, жарты литр қайнаған суға 30 минут ақырын қайнатады. Термоста 4 сағат тұндырады. Тамақтанар алдында 150 граммын ішіп, 3 күн жалғастыратын болса, бүйректің тазалануына ықпал етеді. Бүйрек әлсіреп, жүрек жұмысы бұзылғанда 100 грамм 40 буынды 1 литр суға салып, жабық ыдыстағы жартысы қалғанша ақырын қайнатады. Осыдан соң оттан алып, суын таза шыны ыдысқа құйып, 150-250 грамм бал қосады. Бұны қайтадан қайнатып, көбігін алып отырады. Тұнбаны салқын жерге сақтап, күн сайын астан бұрын ас қасықпен күніне 3 рет ішеді. Емделу мерзімі 20 күн. Бұл бүйректі сауықтырып, жүрекке көмектеседі. Шипа беру Алладан, себебі бізден болсын көрермен. Сіздермен болған Шипагер арнасы. Видео пайдалы болса бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.